Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің каналымда жаңадан шығып жатқан видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып және лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Әр пікірлеріңізді оқитын боламын. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз тағдыр оқиғасы. Бөлмеден ытқып шыққан Сәбиттің көзі бақырайып кетіпті. Жүгіріп анасына барды. «Анашым, Сымбат қайда кетті?» Таңырқап тұрған анасы: «Қайдасын ес? Бөлмеде еді ғой жаңа». «Білмеймін». «Жоқ, сыртқа шықты ма екен әлде?» «Қазір көріп келейінші» деп алып ұшып далаға шықты. Ары-бері «Сымбат, Сымбат» деп айқайлады. Онысынан түк шықпады. Бұл қайда кетуі мүмкін? Түн жарымы болды деп Сәбит уайымдап ішке қайта кірді. У-шу болып отырған жолдастары: «Сымбат қайда? Шақырсаңызшы осында. Құрдастарымен аралассын» дейді. «Қазір келеді, қазір» деп ымдап бір досын сыртқа шақырды. «Не боп қалды?» дегенде Ербол артынан шықты. «Не болды, достым?» Сымбат жоқ. «Жоғы қалай?» «Білмеймін, әйтеуір жоқ. Ешкімге білдірмей көріп келші, мен ішке кірейін. Құрдастардан да ұят болды». Оның жоқтығын білдірмей отырайын деді. Бұл қалай болды өзі? Айыбын жіберіп жатқанда жоқ болғаны қызық болды-ау. Артынан қуғыншы келіп тұрса не айтамыз? «Білмеймін, бірдеңе қыламыз. Бар енді, уақытты жоғалтпа». «Жарайды». Ерболды жіберген Сәбит тым болмағандай ішке кіріп отырды. Ойының бәрі қызда. Масқарам шықты-ау. Ешкім білмесе болар еді. Ертерек табылса екен деп отыр. Ербол сырттың бүкіл жерін іздеп, енді көшеге шықты. Біраз жерге барып таппаған соң үйге келе жатқан сол қараңғыда бір қимылды байқап қалды. Сымбат шығар деп қасына жақындаған сол жүгіріп қаша жөнелді. Расында Сымбат екен. Ербол артынан қуып келеді. Сымбат та жеткізер емес. Ұстап алды әйтеуір. «Сымбат, не болды саған? Қашқаның не? Неге шығып кеттің? Сәбит күтіп отыр ғой сені». «Күтсе күте берсін. Соған біреу мені алып қаш деді ме? Мен тұрмысқа шығамын деп келіспедім». «Онда неге жүрдің? Шаруаң не? Мен әлі жаспын. Бұлай алып қашқан дұрыс емес. Мен Сәбитті ұнатпаймын». «Мені апарып таста, Ербол». «Ештеңе етпейді, ұнатып кетесің. Танымайтын біреу емес. Сәбиттің сені қалай жақсы көретін білесің. Бұдан артығын таппайсың» деді. «Жоқ, мен бармайым» деп қасарысып тұрып алды. Тұрып алып еді, Ербол Сымбатты тыңдаған жоқ. Білегінен сүйрегендей үйге сүйреді. Сәбит өте қарапайым жігіт. Кішкентайынан әке-шешесінің таяғын жеп өскен бала. Бала ұқсап ешқашан ойнамайтын. Отбасында 2 қыз 3 бала. Ешқайсысы балалық шақтың не екенін білмей өсті. Азаннан көз ашқаннан жұмыс, кешке көз ұйқыға кеткенше жұмыс. Достарымен бір ойнағанды білмейді. Тек әке-шешесі қыдырып кеткенде ғана көшеге бір қарап қоятын. Осылай әке-шешесінің қатал қадағалауында өскен Сәбит сөзге де шорқақ болып өсті. Бірақ жастайынан еңбекке пісіп өскен бала еш ерінбей еңбекқор болды. Мектепті бітіріп оқуға да түспеді. Өздерінің жүк көлігі бар еді, сонымен тынбай жұмыс жасайтын. Ақшаны да жақсы табатын. Солай жүріп досы арқылы Сымбатпен танысты. Сымбат Ерболдың жүретін қызының құрбысы. Өзі адам менсінбейтін қыз еді. Сәбитті түріне, одан қатқан қолына қарап еш жақтыра қоймады. Бірақ құрбысынан Сәбиттің оқымаса да жақсы ақша табатынын естіп, жылы сөйлеп жүр. Момын Сәбит өзіне жылы сөйлеген Сымбатқа ойы кетті. Соны біліп жүрген Сымбат қалаған Сәбитке айтатын болды. Қалаға барып қыдырғысы келсе де, киноға, концертке барғысы келсе де бәрін айтатын. Тіпті ұнаған алтынын, киетін киімінің өзін астарлап жеткізетін. Аңқау Сәбит Сымбаттың сөзін екетпей ақша беретін. Ұнаған затыңды ал деп. Міне бүгінде концертке барған еді. Қалаға әйгілі бір әнші келеді деп айтқанды сол, досы мен Сәбит жүретін қыздарымен қыдырып барып келді. Сымбаттың барынша көңілін аулап әлек. Алтынға қызығатын Сымбатқа қаладан бір жүзік алып берді. Оны тымпитып қолына салып алды. Жүзікті қабыл алған соң Сәбит темірді қызған кезінде бас деп Сымбатты үйіне алып келе салды. Соған ашуы келіп қашып жүргені осы. Сымбат Сәбитті ұнатпайтын. Тек ақшасы үшін жүретін. Бірақ арты осылай алып қашу болады деп ойламады.
Сымбат әлі де алдап сулап Сәбитті көпке түсірмекші еді, онысы жүзеге аспай қалды. Өзінің қалай келін болып қалғанын білмей отыр. Сүйрелеп әкеліп отырғызып кеткен соң Сымбат ештеңе демеді. Бәрі ішінде. Әлі менің кім екенімді білмейді екенсіңдер. Әзірге тыныш отыра тұрайын. Айқай-шудан ештеңе шықпайды. Кішкене күтейін, сосын кетемін үйіме. Бәрібір мен бұл үйде қалмайым деп отыр. Жөн жоралғы бойынша айыпсыз жіберіліп, артынан қуғыншылар келді. Қуғыншылар үйге кіргеннен Сымбат арамдыққа басып көз жасына ерік берді. Мені әкетіңдер, басып алып келді. Мен қалмаймын, мен қаламаймын, мен Сәбитті ұнатпаймын, мен жақсы көрмеймін, жақсы көріп кетемін деп айта алмаймын. Мен жаспын, әлі оқуым бар, бір үйде қамалып отыра алмаймын. Үйіме кетемін, бәрібір бізден ештеңе шықпайды. Ажырап кетеміз уақыты келгенде, сондықтан бір-біріміздің басымызды бұлғамайық дейді. Келген қуғыншылар қыздарының жылағанына төзе алмағаны бар. Неге қинап ұстап отырсыздар? Екеуі сөз жарасып жүрген, өзі қалап барды дедіңіздер ғой жаңа. Мұны қалай түсінеміз? Рұқсатынсыз неге алып кетесіздер? Не деген масқара? Өздеріңіздің қыздарыңызды осылай алып кетсе жақсы ма? Деп біраз қоқаңдап шыға келді. Мұнысына шыдап отыратын Сәбиттің анасы ма? Баласының үндемейтінін біледі. Өзі шықты ашынып. Қыздарың не деген пысық? Арамы еді. Үндемей отырып енді өнерін көрсетіп отыр. Қыздарыңды жай алып қашқан жоқ. Қолына жүзігін тағып келді. Рас, менің баламен сөз жарастырып жүргені. Менің баламды танымайтындай емес, кездесіп жүргеніне біраз уақыт болды. Барлық сыйлығын қабыл алып жүр. Ұнатпаса неге жолайды менің балама? Пайдаланып жүр ма сонда? Қыз болған соң алады да енді. Қайтарсын ана жүзікті. Үндемей тағып алып отырмай. Не керек? Ол жерде біраз нәрсе айтылды. Екі жақта тоқтай алмады. Мұндай жанжалдың соң қыздың қалмасы анық. Қуғыншылармен бірге Сымбат үйіне қайта кетті. Сәбиттің кеткеніне Сәбиттің анасы да қуанды. Мұндай бәледен аулақ болғанына шүкір. Енді өзіне лайықтысын табарсың. Тіпті болмаса, өзім жолдастарымның қызына берем деп қойды. Сәбит үнсіз отыр. Іші алай-дүлей. Алған келіншегі тастап кетті деген атқа ие болып қалды. Міне содан бері жылда өтті. Жолдастарын бәрі үйленіп жатыр. Бұл әлі жүр. Қыздарға сенуден қалған бір жағынан қорқынышы бар. Тағы алдыңғы жағдай қайталанып қалмаса екен дейді. Содан еш батыл шешім қабылдамай жүр. Алғашында достары қашан үйленесің? Артын суытпай үйленіп алсаңшы, ертең жүріп қаласың дейтін. Қазір сен мына түріңмен үйленбейсің. Саған өзіміз тауып береміз дейтін болды. Расында да сол достары ортаға түсіп бір қызбен таныстырды. Айнұрдың қарапайым ауылдың томпақ қара қызы. Сымбат сияқты қақаңдап тұрған жоқ. Достары Сәбитке жақсы жар болады, ауылдың тірлігінде үйіріп әкетеді, екеуі бір-бірін толықтырады деп ойлады. Сәбит пен Айнұр сөйлесіп көрді. Сәбит үйленуге ниетті екенін айтып, бірінші болған жағдайды жасырмай айтты. Бәрін тыңдап ой елегіне өткізіп Айнұр тұрмысқа шығуға келісімін берді. Содан асығыстықпен 10 күннің ішінде үйленді де кетті. Сәбит отау құрғанына қуанышты. Жүзі жарқын, томпиған келіншегіне қарап, көңілі де жайланып жүр. Айнұрдың аяқ-қолы жылдам екен, үйдің тірлігін үйіріп әкетті. Үйленгенде 5 ай болғанда Айнұр аяқ асты ауырып қалады. Басын ұстаған күйі жерге отырады да қалды. Қорқып кеткен Сәбит дереу жедел жәрдем шақыртып, Айнұрды ауруханаға алып кетті. Сәбиттің анасы да аттарынан ілесіп ауруханаға келді. Айнұрды тексеруге алып кеткен сол, артынан дәрігер шығып босандырып аламыз. Қан қысымы көтеріліп кетті деген кезде Сәбит пен анасының төбесіне жай түскендей болды. Қалайша Айнұр жүкті ме еді? Деді анасы. Білмеп пе едіңіз, ішіндегі сәби жұтайлық деді. Мұндайды күтпеген анасы есін тез жиған күйі уақыт жоғалтпай керектің бәрін жасай беріңіз деді. Сәбит те не істерін білмей бір орында қаңқайып тұр екен, қасына анасы бар. Сен білетін бе едің келіншегіңнің жүкті екенін? Жоқ. Танысқан кезінде бірге болып қойдыңдар ма? Үйленгеніне 7 ай болған жоқ. Бұл не деген жағдай деп сұрады. Өзі де ештеңе түсінбей тұрған Сәбит не айтарын білмеді. Бар айтқаны, менің балам емес. Үйленбей тұрып қолымның ұшын да тигізбедім, деді. Анасы терең дем алып,
Ішінің бәрі өртеніп отқандай отыр. Тұңғиыққа батып ойға шомып кетті. Содан екеуі Айнұрды күтіп тұрды. Айнұр аман-есен қыз босанды. Оның босанғаны ешкімді қуантып тұрған жоқ. Бәрінде тек бір сұрақ. Соны білгенше асығып тұр. Сәбиттің анасы дәрігерге ішке кіруін өтінді. Келініммен сөйлесетін әңгімем бар. Кіремін де шығамын. Өтініш рұқсат етіңізші. Жарайды, аз уақытқа кіріп шығыңыз, көп отыруға болмайды. Өзі енді ғана босанды, есін енді жиып отыр. Сыртына жамылғысын жамылып тіке келініне келеді. Енесін көрген Айнұрдың көзі бақырайып кеткен.